Ассалаумағалейкум, мұсылман қауым. Шынын айту керек, ашты да болса біздің халқымыздың арасында діннен білімсіз адамдар көп, өте көп. Мына интернет дегенде бір жағынан пәле болды. Кім өлсе, елдің бәріне біздің білімсіз адамдар иманды болсын дей береді. Мұсылман болсын, мұсылман болмасын, атеист болсын, кәпір болсын, бәрібір. Соны неге жаздыңдар десе, біз де осылай айтуға үйреніп кеткенбіз дейді бәрі де. Ал енді бұлай айтуға бола ма? Жоқ. Неліктен дейсіздер ғой. Өйткені тірісінде иманы болған адам, иманы болмаған адамда өлгеннен кейін иманы ешқашанда болмайды. Бір комментарийді оқып едім, бір әйел, мұсылман әйел айтады, иманды болсын деген ол дұға жасау дейді. Сондықтан біз осылай айтып дұға жасаймыз, иманы болсын болмасын дейді. Ал мен айтар едім, иманы жоқ адам өлгеннен кейін қалай иманды болады? Аллах тағала Құранда намаз оқып жүрген бедуиндарға айтады, сендердің жүректеріңе имандылық кірмеді дейді. Егер намаз оқып жүрген адамның өзінің иманы бар ма жоқ па екенін білмейтін болсақ, ал енді кәпірлерге қалай иманды болсын деп айтамыз, соны ойлап көріңіздерші. Тағы да бір мәселе, мына біздің дінші молдалар. Кімге болсын намаз оқып, жаназа намазын шығарып жүре береді. Тек қана ақшасын алса болды. Тамағын ішсе болды, отырып ас берген кезде. Ол оның мұсылман ба екенін, намаз оқыған ба, оқымаған ба, оған қарамайды. Ал мына бізде артист бар, Асанәлі Әшімов деген, нағыз атеистің өзі. Біздің мүфтилер жыл сайын ауыз ашарға осындай адамдарды шақырады, мұсылмандар емес, нағыз ауыз жауып, ораза ұстап жүрген адамдар емес, осындай атеистерді атақ даңқ үшін шақырады. Ал енді осындай атеистер өлетін болса, ақшасын алады да барып, тағы да жаназасын шығара салады. Бұлай істеуге болмайды. О мүфти, сізге арнаймын. Осындай практиканы тоқтату керек. Құдайдан қорқасың ба? Өтірік емес, шынайы қорқ. Дінші молдаларыңды тоқтат, осындай шариғатқа қарсы істер.